Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күннің жадымен тақырыпта жазып ала қойыңыздар. Сіздердің оқулықтарыңыздың 140-ші бетінде көрсетілген. Нарынқұм зауалы деген тақырыпқа тоқталатын болсақ, Нарынқұм Атырау облысында орналасқан жер атауы, яғни ол құмды жер. Ал зауал сөзінің мағынасы жаза, яғни Нарынқұм жерінде берілген жаза деген мағынаны білдіреді. Бұл шығарма тарихта өткен, тарихымызда болған тарихи тұлға Махамбет Өтемісұлына арналады. Махамбет Өтемісұлының кім екенін білеміз бе? Дұрыс айтасыздар, ол қазақтың батыры әрі ақын болған, ұлт-азаттық көтеріліске қатысқан, қазақтың қамы үшін, елдің қамы үшін, жердің қамы үшін күрескен батыр аталарымыздың бірі. Оқушылар, сіздердің кітаптарыңыздың 142-ші бетінде осы Нарынқұм зауалының мәтіні берілген. Ал мен сіздерге қазір видеоның астына осы Нарынқұм зауалының аудио нұсқасының сілтемесін көрсетемін. Сол сілтемеден өтіп көрулеріңізге болады. Және тағы бір айта кетерлігі, Нарынқұм зауалы баллада болып табылады. Баллада дегеніміз не екенін білмейтін болсақ, мұқият тыңдап алайық. Баллада француз тілінен алынғанда би әні деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар баллада поэзия жанры, оқиғаға құрылған лирикалық сарындағы ұзақ өлең. Бұл дегеніміз баллада ұзақ өлең екен. Неге құрылған? Оқиғаға құрылған. Яғни бұл балладада ұзақ өлең, сонымен қатар ол жерде белгілі бір оқиға баяндалады. Ең алғашқы рет Францияда пайда болған баллада жанры бүкіл әлемдік деңгейге көтеріліп, сонымен қатар біздің қазақ даласына да, қазақ әдебиетшілеріне де жеткен екен. Шығармамен танысып алсаңыздар, жалпы осы шығармаға тоқталып өтейік. Шығарма 2 бөлімнен тұрады. Бірінші Махамбеттің соңғы сөзі және екінші әке үкімі. Бұл шығарманың бір басты ерекшелігі, бұл жерде автор оқиғаны баяндамайды, тек осы баллададағы кейіпкерлердің диалогтары, монологтары арқылы білдіреді. Бұл жерде бірінші бөлімде Махамбеттің монологына кездессеңдер, екінші бөлімде әкесі мен ұлының диалогына кездесесіздер. Енді оқушылар, тақырыпты түсінікті болса, аудиоматериалды тыңдап, кітапты оқыған болсаңыздар, біз тапсырманы орындауға көшейік. Бірінші орындайтын тапсырмамыз кітабымыздың 147-ші бетінде орналасқан. 147-ші бетінде, яғни Нарынқұм зауалы балладасынан кейін орналасқан тапсырмаға назар аударыңыздар. Өлеңнің композициялық құрылымын талдап, оқиғалардың байланысу тәсілдеріне назар аударыңдар. Ақын монолог пен диалогты екі оқиғаның бір-бірін дамытуына ерекше назар аударған. Бірінші бөлімде Махамбеттің түс арқылы айтуын, екінші бөлімдегі әке мен бала арасындағы диалог дамытады. Оқиғаның шарықтау шегімен шиеленісуі де екінші бөлімде. Енді сіздерге берілетін тапсырма. Дәптерлеріңізді ашып, композициялық құрылым деп жазасыздар. Егер ұмытып қалған болсаңыздар, кітаптарыңыздың 10-ші бетінде шығармадағы сюжеттің композициялық құрылымын талдаудың үлгісі кестесі берілген. Бірінші оқиғаның басталуы, екінші оқиғаның байланысуы, үшінші дамуы, төртінші шиеленісуі, бесінші шарықтау шегі, алтыншы шешімі. Осы бойынша дәптерлеріңізге талдау жасайсыздар. Мысалы, бірінші оқиғаның басталуы, оқиға қалай басталды, қандай оқиғамен басталды, жазып шығасыздар дәптерлеріңізге. Бұдан кейінгі екінші тапсырма сіздерге берілетін кітаптарыңыздың 147-ші бетінде орналасқан бірінші тапсырма. Өлеңнің бірінші бөліміндегі Махамбет монологының ерекшелігі неде? Махамбеттің туған елі мен жерін жақсы көретіні оның қай сөздерінен көрінеді? Яғни біз бірінші бөлімге ораламыз. Махамбеттің соңғы сөзі деген ең алғашқы бөлім бар ғой. Соған ораламыз да
Соны қайтадан бір оқып шығамыз. Осы жерде Махамбет не туралы айтады? Махамбет қандай адам болған екен? Ненің қамын жеген екен? Соны оқып жазуға тырысамыз. Мысалы, мына өлең үзіндісіне назар аударайық. Жұлдыздай боп жанар алдан, ақындықта елден ерек бас қазаң, батырлығы жоқ адамнан, үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жол қалай, менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Махамбет Өтемісұлы өз түсінде өзінің біреу басын алып жатқан, яғни өзінің өлімін көре тұрса да, ол өзін бірінші орынға өзін қоймай, керісінше өзінің елінің қамын жеп, туған елінің арманы, мұңы қалай болатындығын, болашағы қандай болатындығын ойланып, ел үшін қам жеп тұр. Яғни осы өлең жолдарынан Махамбеттің ұлтжанды екенін, оның елін сүйетіндігін, сондай өз елінің патриоты екендігін біле аламыз. Яғни осы жерде Махамбеттің туған елі мен жерін қаншалықты жақсы көретінін білуге болады. Оқушылар осы үлгімен Махамбеттің соңғы сөзін оқып, танысып, бірінші тапсырманы орындайсыздар. Сыртқы сілтеме ретінде қазір мен видеоның астына осы Нарынқұм зауалының аудио нұсқасының сілтемесін көрсетемін. Тақырып түсінікті болса, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.